Бірде бай адам баласына ақшасыз өмір сүрудің не екенін көрсету үшін ұлын ел аралауға шығарыпты. Олар өте кедей отбасының фермасында бірнеше күн болды. Үйге оралған соң әкесі саяхат ұнады ма деп сұрады. «Маған ұнады, әке», деп жауап берді бала. «Адамдардың қаншалықты кедей болатынын көрдің бе?» деп сұрады әкесі. «Я», жауап келді. «Ал сен біздің саяхатымыздан не білдің?» деп сұрады. Сонда ұлы: «Мен көрдім, бізде 1 ит бар, ал оларда 4 ит бар. Бізде бақтың ортасына дейін бассейн бар, ал оларда шеті жоқ бұлақ бар. Шетелдік шамдар біздің бақшамызда жарқырайды, және түнде жұлдыздар жарқырайды. Бізде алдыңғы аулада террасалар бар, ал олардың көкжиекке қарай ашық жерлері бар. Өзіміз тұратын шағын жер теліміміз бар, ал оларда қарауға болмайтын шексіз алқаптар бар. Біз азық-түлік сатып аламыз, ал олар өздері өсіреді. Бізде үйді қорғау үшін қабырғалар бар, ал олардың достары бар». Баланың әкесі ес-түссіз қатып қалды. Сосын ұлы қосты: «Мен шын мәнінде қаншалықты кедей екенімізді түсіндім».